Жақсы балалар, бүгін біздегі психологиялық ахуал есте сақтау қабілетін дамыту барысында бір мезетте екі қолмен пішіндер, суреттер саламыз. Екі қолмен сурет салғанда балалар, мидың екі жақ бөлігінің бірдей дамуы үшін сіздерге зейінімізді ары қарай дамытуға өте жақсы екен. Бұл жерде балалар, сіздердің креативті ойларың артады, есте сақтау қабілеттерің одан әрі қарай дами түседі. Ендеше алдарыңызда тұрған қағаздағы суреттерді екі қолмен, екі карандашпен бір мезетте жұмыс жасаймыз. Кәнеке, жасап жатырмыз ба балалар? Өте жақсы. Екі қолмен бір мезетте сурет саламыз, пішіндер саламыз, дөңгелек саламыз. Екі қолмен бір мезетте ой жақсы.